Салем достар, сіздермен біргемін Боташка ASMR и бізде көптен күткен суши пицца. Бұл жерде цезарь, жареный, роллдар и бізде пицца пепперони и фри. И бізде соусқа кетчуп и бізде соевый соус. И мен соевый соусты және де имбирді де ұнатпаймын. Просто мен только жареный сушини ғана жақсы көремін. Негізінде. И бізде палочки и салфетки. Мен және де ғана заказ еттім. 1 сағат әкеліп берді. Блин, қарным қатты аш. Менің любимый цезарь. Обожаю. Оларда да бір аптадай суық болып жүр. Бүгін шамалы күн жылыда. Ертеңнен бастап барлығы айтады. Күн қайтадан ысиды деп. Ертең мен документ өткіземін. Бүгін 16 шілде. Документ өткізу бүгіннен басталды. Алдында 13 өтіп еді. Енді 16-сына дейін шегерілді. Документтің бәрін мен осында бітіріп тастадым. Этапашу, флюорацию, медицинский анықтама, что-то сурет, все бәрін түсіп дайындап қойдым. Қазір бәріне ЭЦП проблема. Менде де бар ЭЦП, ата-анамда бар, бірақ бізге ата-анамыздың ЭЦП-мен қатысы керек. 18-ге толсақ қана өзіміздікі. Сушидің жартысын сынымен жекеміз бөліп алдық. Пиццаны мама қонаққа кетті. Папа жұмыста.
먹방 주려고. Блин. алдыңғы видеода менде пицца болған. Бұл жолы суши. Әсіресе маған осы Цезарь. Көбісі айтады маған шашыраған жараспайды деп. Өзім де знаю. Маған ұнайтын сияқты. Шашырған бір әдемі көрінетін сияқты. Маған бәрі айтады. Шаш буған жарысады деп. Буғанын да білемін жарысатын. Ертең статистика келеді бізге. Сонымен қалаларды таңдап университет жазамыз. Документ тапсырамыз. Экоп арқылы. Жауап августе белгілі болады. Кімге дауысы шығады деп ойлайсыздар? Өйткені холодильниктің дауысы. Оны өшіре алмайсың. Осы ренжімеңіздер. Sonunda da үйдің пиццасына жетпейді. Цезарьда тауып еді осыған. Огурцы. Мынада огурцы мен крабовая палочка. Мынада қызыл балау. Маған қызыл балауын да ұнайды, бірақ нормально жеймін. Егер де Алматыға түсіп жатсам, көп болып жатыр.
жолы дәрігерлермен мұғалімдерге түсетін гранттарды ажырайып тастапты. Алдыңғы жылы мұғалімдікке биология пәні мұғаліміне 1000 бөлгенге берсе, қазір 320 falan сондай. Оны күнде жеткіземіз. Қазір көбінесе биолог-химиктер нормально баға алмай қалса, мұғалімдікке түсе саламыз деп айтатын еді. Но қазір ондай болмайды. Енді көрерміз. Айым Алматыға түсіп кетейін. Білем, ол жерде тұру қиын екен, әсіресе студенттер үшін. Қиын деп айта береді. Басқаларда тұрып жүр ғой, қаншама студенттер бітірді уже. Олар да қиналып осыда жүріп өмір сүрді. Мен де жұмыста ақша табармын. Квартирада тұрмасам да, жатақханада тұрамын. Бірақ екеуінің бағасы бірдей. Келмегенде бәрі сол ақша кетеді. Просто жатақханам правиламен жазылған. Квартира ашу үшін қасыңа адам табу керек. Ол да бір проблема. Маған комментарийлер жатады. Неге үндемейсің? Сөйлеп отырсайшы дейді. Не деп сөйлеймін? Просто маған сұрақ қойыңыздар, мен ответ қайтарамын. Мен еш сұрақ болмаған соң сөйлей алмайтын сияқтымын. Бір теманы бастай алмайтын сияқтымын. Сіздерге не тема бастарымды білмеймін. Бір қыз маған BTS тобын тыңдайсыз ба деп кетіпті. Әрине тыңдаймын. Менің любимый группаларым ол топты мен қалай тыңдадым. Мен, по-моему, 7-ші класс оқып жүрген кезде подругаларым Blood Sweat Tears'та қосты. И мен ол кезде оны вообще танымайтын тұғым. Корейский деген вообще атымен білмейтін тұғым. И бірақ дарама көретінмін. Дарама көрген кезде бұрын көргенмін, бірақ сондай білетін тұғым, дарама жайлы киноларын білетін тұғым. И маған айтады, и мен екі подругам болды. Бір EXO-ның фанаты болды, екіншісі BTS болды. И
екеуі бір-біріне соперник болып сол кезде алғаш сол BTS-ның өлеңін тыңдағанмын. Одан кейін EXO-дағы фанат подруга, ол BTS-ның фанаты бола бастады. И содан басталды. Оған айта бастады, мындай деп. И менде қызығушылық болды, қандай группа екен деп. Даже мен ол кезде, біздің өзіміздің қазақстандық группа 91-ды да тыңдамай тұрғанмын. Точка әндерді тыңдап жүрдім. Будто мен ондай баяғы заманда қалып кеткен адам сияқты жүрдім. И одан кейін мен бастадым тыңдауды. Мен оған өкінбеймін тыңдағаныма, қайта қуандым тыңдағаным үшін. И оны тыңдап бастағаннан кейін маған корейский дорамалар жайлы бастады. И мен корейский дораманың ішіне вообще кіріп кеттім. И одан кейін BTS-те өзімнің биасым болды. Биасым мен Тэхён, Ким Тэхён. Обожаю вообще. Красавчик. Все қыздардың арманым. Ал екінші биасым ретінде Тимин, и үшінші Джин. Аралай кете береді. Бәрін все жақсы көремін. Бірақ ішіндегі ерекшелері өздеріне ұнайтын, жақын. И одан кейін мен оны негізінде тыңдап жүрдім. Просто и одан кейін мен 91 фанат болып кеттім. BTS екеуін қатар тыңдадым. 91-ға да фанат болып, концертіне бара алмай, жылап, мамамен ұрсып. И сол сәттерде болды. Қазір 91-ның да, EXO-ның да, BTS-ның да фанатымын. EXO-да Chanyeol, Дио, все мне ұнайды. Все красавчик. EXO-ның балдарын все бәрі красавчик. Оның ішінде бүйтіп тыңдап отырсың. Не істерімді білмей қаласың. Негізі кей-попта барлық балдар әдемі, красавчик. И маған бүйтіп айтып отыр. Қаласалар бір кәштер қояйын, мынау дейді. Мысалы, әркім өзі біледі ғой, қандай нәрсеге фанат болатынын. Біз одан шектен шығып жатқан жоқпыз. Барлық жазады былай, типа, сендер не қыз-текелер тыңдайсыңдар, анау мынау дейді. Мен оларға айтқым келгені, просто так өтіп кетіңдер, сендерге ұнамаса, сендердің қарындастарың тыңдамаса болды ғой. Ал біздің ондайға сіздер жауап бермейсіздер, не тыңдайтын ма деймін. Сондай адамдарға айтарым, біреу үшін жауап бермейсіздер сіздер. Ол фанат болу деген ондай жаман нәрсе емес. Біз ондай шашымызды бояп, анайға шығып, андай жаман қылық көрсетіп жатқан жоқпыз. Біз жай ғана фанат ретінде оларды тыңдап, и оларды жақсы көреміз. Біз даже қазақтарды жамандамайды ғой, ешқайсысы. Өздері қазақ болып алып, кәрістерді жақтап, и қазақтарды жамандап отқан адамды көрген жоқпын. Просто сіздер басқашалай түсінесіздер. И мен соларға айтқым келгені. Яғни әрине рас, мен Кореяға кеткім келеді. Просто так ол жақтың тұру үшін емес, қыдыру үшін. Өйткені маған ұнайтын, мысалы барлық адамда болады ғой, арман, мысалы мынандай қалаға или елге барып, саяхаттау, сондай сияқты. Менде де болады. Мен бұрында Турция дейтімін, қазір де Турцияға да барғым келеді. И бірінші орында бірақ Корея. Ол жақтың андай корейский тарихын көргім келеді. Мен мысалы исторический кинолар көремін ғой, дәл сол жерлерге барып көргім келеді. Кәдімгідей ханбоктарын киіп, просто суретке түсіп, и соны өзі маған ұнайды. Даже тамақтардың өздері андай аппетитно. Біреулер андай шаян, мынау құрт құмырсқа жейді. Оларда құрт құмырсқаны негізі китайстар жейді. Сіздер қателесесіздер. Корейский адамдар, олар морской мындай недегі мұхит деймін, сондай бірдеңедегі тағамдарды андай
өнімдері теңіз өнімдерін қолданады. Жейді сондай шаян, оны жеуге де болады, даже оны қазақтар да жейді ғой, креветка, мынау краб дегендердің бәрін жеп жатады, мен көремін. Ондайға да артық нәрсе көріп жүрген жоқпын. Қайта теңіз өнімдері пайдалы адамға, олар қайта пайдалы заттарды біледі, и ол жақта все бәрі дамыған. Сондықтан артық елдерді жамандамаңыздар, бірінші өзімізге қарайық, сосын басқаларға айтасыздар. Сондайларға мен өзім қатты қынжылам. Үйтіп жамандаудың қажеті жоқ. Бұл видео мен уже 20-шы минутқа кетіп жатыр. Көріп тұрғандарыңызда. Мен доғару керек. Ары қарай мен сөйлеп бажылдап кетемін. Сондықтан всем пока. Маған сұрақ қалдырып, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менде алғаш рет 21-ші минутқа кетіп жатыр. Мен көп сөйлегендіктен маған сөйлемейсіздер дедіңіздер, енді мен сөйлеп кеттім. Мені бұл видеоны до конца көріңіздер, до конца көрсеңіздер лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Всем пока, всем пока.